Сәлем достар, бүгін сіздермен бисквиттің жасалу құпияларымен бөлісетін боламын. Ол үшін ыдысымызға 90 грамм құм шекерді және 3 жұмыртқаны салып, миксермен жақсылап араластырамыз, яғни 3 есе ұлғаю қажет. Менде қол миксері болғандықтан шамамен 15-20 минут араластырдым. 90 грамм ұнды илеуіштен 2 бөліп өткіземіз. Сөйтіп лопатканың көмегімен біркелкі аккуратно етіп жайлап араластыруымыз қажет. Егер тезірек араластырсақ немесе миксердің көмегімен араластырсақ, взбивать еткен жұмыртқамыз басылып қалады да, бисквитіміз жақсы көтерілмейтін болады. Сол үшін видеода көрсетілгендей етіп жасауымыз қажет. Егер сіз видеода көрсетілгендей етіп барлығын жасап жатсаңыз, бұл жерге разрыхлительдің қосудың қажеті болмайды. Ал егер өзіңізге сенімсіз болсаңыз, көтерілмей қалады десеңіз, разрыхлитель қосуға болады. Ал енді сіздермен кондитерлердің бір үлкен фишкасын айтқым келіп отыр. Яғни формамызға қамырды құяр кезде біз майламаймыз, еш жерін бортигында, астында майламау қажет. Дайын болған қамырымызды қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 40-50 минут аралығында пісіреміз. Піскен бисквитті духовкадан бірденен алмаймыз, яғни 10 минут өткен соң алу қажет, сонда бисквитіміз басылып қалмайды. Бисквитті жақсылап бөлме температурасында суытып алып, оны осылайынан шеттері жабысып қалады, яғни оны осылайынан пышақтың көмегімен аламыз. Достар, егер рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, осы видеоның астына комментарий қалдырсаңыз, қуанышты болар едім.